Бүгін манты жасайын деп морозиліктен фарш шығарып қойдым. Қатып қалдық қой. Табақты алып келдің, енді не істейін деп жатсың? Неге мені айдалаға қойып қойған? Қосатын болсаң тез қосыңдаршы, менің уақытым жоқ, кетуім керек. Шындыма, осы су постоянно асығып жүреді. Асықпаңдар жандарым дедім де бұлардың барлықтарын кезек-кезек қосып, ұнды салып, жақсылап тұрып қамыр илеп алдым. Мен сәл тынығып алайын. Мені мынадан бөлек қойшы, бүкіл жеріміз ашып кететін болды ғой. Ашсаңдар да сассаңдар осы бір табақта тұрасыңдар дедім де барлығының сырттарын ашып тастадым. Голый болып тұрыстарын қарасайын алатын. Пияз сен біреуге прикол ұстамай тыныш тұр дедім де бұның да сыртын тез ашып тастадым. Күте тұрайық енді біз. Жандарым, сендер күте тұрыңдар дедім де бұларды мақтап бір жерге қойып қойдым. Жаңағы ашып алған картошка мен пияздың судың астында жақсылап тұрып жуып алдым. Сәл реңгіріп қалдым мына картошкаларға. Көп сөйлей бермеңдер дедім де бұларды барлығын майдалап турап тастадым. Мына пияз қатты аш екен, көзімді ашты, прям жылатып жібердің ғой мені дедім де. Демде майдаланып кетіпті ғой мыналар. Нема, денемізге лайық ыдыс бермейсің ба? Келіп уайымдамаңдар. Симай бар жатсыңдар ма? Алмаңдар дедім де дәу табақты барлығын аударып жібердім. Тұз, бұрыш барлығын қосып араластырып. Сен бірінші. Қума неге мен сен бірінші. Газ қызық болады қараңдар. Халей. Хоп, сендер осындай фокус істей аласыңдар ма?